Жорғаны қалай баптаймыз? Қады Батыр Мұғалимұлы, Моңғолияның Баян-Өлгей аймағына қарасты Ценгел ауданында туып өскен азамат. Жасынан аң аулап, ат қосып, бүркіт салып өскен қарапайым қазақтың бірі. Оның бір ерекшелігі жорға мен жүйрікті қатар баптайтын атбегі. Жорғасы аймақ тойында 2 рет бірінші келсе, сұмын тойында, қырда өткен тойларда 10-нан астам бірінші болды. Жүйрігі аймақ тойларында бірінші, екінші келген кездері бар. Ат баптау деген оңай шаруа емес. Жүйрікті жақсылап күтіп, баптап, жыл басынан бастап дайындамаса бір күнде дайын бола қалатын дүние емес. Ат қасу деген үлкен бәсеке. Жүйрікті жетелеген жігіттің ат атағы қайда да шығады. Талай адам машинаның түрін алып мініп жатыр, бірақ бұған дейін машина бәйгеге қосыпты, машинасы бәйге алыпты дегенді естіген жоқпын. Сол ат арқылы аймақ көлемін, ел көлеміне ат жүгіртіп құс салған қазағы бар, жерге әйгілі, бәйгілі болдық дейді 80-нің теңгіріне таяған қария. Бәйгеге ат жаратып жүйрік жетелеу жігіттің ең мықты, ең пайдалысы деуге болады. Атты бәйгеге қосу керек, ал ат баптағаннан кейін оны жақсылап күтіп, күйін келтіріп қосу керек. Оған шабатын шабандоз балада атқа сай, әдемі тәрбиелі, атты жан жүрегімен сезіне алатын болуы шарт. Бәйгеге ат дайындап ат жаратқан бапкердің үй іші, балашаға әулеті түгелдей сол адамға көмекші болу керек. Қарапайым ғана атың бәйгеден келгеннен кейін құтты болсын айта келген ағайын туысқа қабақ шытпай, алдына ақ дастарханын жайып беретін жары болу керек бәйгетін баптаған адамның. Халқымыз айтады ғой, пиғылына береді деп. Белдеуінде жүйрік ат байланған үйдің адамдарының да пиғылы дұрыс, көңілі ашық жарқын болғаны ләзім. Сол кезде атыңда жүйрік болады дейді қарт бапкер. Қазір ат баптағанды қойдым, 5-6 жыл болды. Қазір балаларыма, немерелеріме ақыл кеңесімді айтып, бапкерлік жолда азы көпті түйгенімді ортаға салып отырамын дейді Қады Батыр қарт. Ат жетектеуге шамамыз бар кезде жорға жетелеп жүйрік жүгірттік. Соның арқасында Баян-Өлгей аймағынан шыққан алғашқы озат бапкер атандым. Бапкерліктен бөлек 40 жылға жуық бүркіт салдым. Бүгінде жасым 76-ға келді. Жас келсе де жақсы аттан қол үзе қойғаным жоқ. Немереммен бірге бір жүйрікті дайындап жүрміз. Кәрі көзім алдамаса дәмел ат болады ғой деген ойым бар. Жұлқынған жүйрік, жылжыған жорға ұстадым. Айта берсек ат жайлы әңгіме айға жалғасар. Жылқы жайлы әңгіме жылға жалғасар. Менің бапкерлігіме, аттарымның жорға жүйріктігіне халқым өз бағасын беріп қойған. Әйгілі Тортөбел жорғамды, толыр жүйрігімді алыс жуықта танымайтын, білмейтін жан кемдегем. Екеуі де өзімнің қолтума құлыным, моңғол жылқысының тұқымы дейді ақсақал. Оның баптаған жорғасы Сақсайдың 60 жылдығы, Ценгелдің 80 жылдығы, Пұшықсары бабамыздың асы, Жанәбіл ханның асы қатарлы іргелі ас тойларда бірінші келді. Ал ауыл ішіндегі ірлі ұсақты тойларда қанша рет ағалағанын сағынаған емес. Атты баптап бәйгеге қосқаннан кейін міндетті түрде бірінші келеді, немесе алғашқы орында келеді деп сенетінің белгілі. Алайда бап шабама, бақ шабама деген бар. Бірде маңдайы жарылып бірінші келер, бірде сәл кінәраттан болып екінші, үшінші келер. Бірақ қынжылмау керек. Ешкім-ешкімнің бәйгесін тартып алмайды. Абай атамыздың өзіңе сен, өзіңді алып шығар, ақылың мен еңбегің екі жақтап дейтіні бар емес пе? Дәл сол секілді өзіңе және атыңның бабына сенсең ғана нәтижеге жете аласың. Атты баптауда қанша тер төксең, алаңманында атыңда сонша тер төгеді. Халқымыз ерінбеген етікші болады дейді. Ат бигілікте де ерінбеген ұтады. Терін алу, суыту, таң асыру, таңғы жайылымы деген секілді жұмыстарынан ерінбесең, атыңда сол еңбегіңді ақтайды. Ат адамның қызығы, қуанышы, ерғанаты ат деген халқымыз соның бәрін білген. Ат қызық, ат қуаныш, ат медеу. Қанша қартайып ұл мен келіннің қолына қарап отырсам да жақсы ат, қыран құс, бүркіт десе әлі де орнымнан тұрып кетемін дейді ақсақал. Осы жерде Қады Батыр қарияның ат атағын шығарып, Қады Батырдың жорғасы дегізген атбегіні елге танытқан әйгілі Тортөбел жорға екенін айта кеткен жөн. Сондықтан жорғаның бабы, жорғаның күтімі, жорғаға қойылатын талаптар туралы ойын сұрадық. Жорға бірнеше түрге бөлінеді. Туғанда жорға болып туған, саздан немесе құмда туып, жастайынан жорға болған, және есейе келе қолдан жоғарыға шығарған жылқы. Мысалы, туғанда жорға болып туған құлынды тәрбиелеп, баулып алу иесіне байланысты. Жорғасын жетілдіріп,
танбай салуын қадағалап, су жорға етіп алу жақсы бапкердің міндеті десек болады. Туа жорға қолында құнан дөненінде бастықтырып, асаудан үйреткенде жорғасын шығарып, дамытып, бұзып алмай үйрету керек. Бірақ бұл жаста жиын тойдағы бәйгеге қоспай, тек жетілдірумен ғана айналысқан дұрыс. Ал бестісінен бастап қысқа қашықтықтағы жеңіл-желпі тойларға қосып, бәсекелестікке үйреткен тиімді. Ал қыста жемнен үзбей жылы жабулап, ақжілік болып семдірткен дұрыс. Себебі жорға күшті жылқы, күші мығым жылқының күйі де өзіне сай болғаны жақсы. Жорғаны баптау жүйрікті баптаудан да күрделі. Сайысқа қосатын жорға тоқ жорау болғаны дұрыс. Бірақ қатты тоқ немесе қатты аш болмағаны да маңызды дейді ол. Қадыбатыр Мұғалимұлы жорғаны жүрісіне қатысты бірнеше түрге бөледі. Қой жорға, шапқын жорға, түйе жорға, жол жорға болып бөлінеді. Қой жорға, жол жорға, түйе жорғада жылдамдық аз болады. Ал шапқын жорға ат айтып тұрғандай шауып салатын, нағыз арысқа салуға болатын жылдамдық. Бір ғажабы жорғасына данған жылқыны ұзаққа мініп, әбден болдыртып барып дүзеуге, жорғасын қайта қалпын келтіруге болады. Жоғарыда да айттым, жорғаның қандай болмағы тәрбиесіне, бапкеріне тікелей байланысты. Асау жорғаны үйреткенде жорғасын бұзбай, жындандырмай, бабымен үйрету өте маңызды. Арысқа қосатын жорғаны жеңіл, жұқа тағамен тағалап, ер-тұрманын өзіне лайықтап, жеңілер салған дұрыс. Нақты ақпа жорғалар зар күйіне келгенде 55-60 мильге дейін шығарады. Міне қарағым, менен әңгіме сұрасаң. Жалпы жастарға, соның ішінде қазақ жастарын айтарым, жылқыны жақсы көріңдер, ат баптап бәйгеге ат қосыңдар. Сол кезде рухтарың көтеріліп, мәртебелерің өседі дегім келеді. Ат азаматқа абырой, алашқа айбын болады. Ат қосқан үзеңгілестер, аттарыңыз бәйгелі, шабандоздарыңыз аман болсын. Басқа айтарым жоқ, дейді бапкер. Авторы Ержан Жаубай. Мәлімет Арғымақ KZ порталынан алынды. Осындай видеолар көп шықсын десеңіз, арнамызға жазылып, лайк басуды ұмытпаңыздар.